Ё-моё, мынау не істеп жүр орманда бір өзіңе, не істеп жүрсің ей? Так, сені көзіме асырап алайын. Так. О, все болды. Так, камерамды қосайын. Бәріңе сәлем достар. Сендермен бүгін мен Флексия. Қалайсыңдар достар? Менің жаңа видеома қош келдіңдер. Так, достар, көргендерінде орманнан достар, мен прикинь, ит асырап алдым достар. Енді қасыма өзіммен бір, сүйек алып шыққан болатын. Енді мен орманда достар, не істеп жүр десеңдер, шамалы достар, маған ет беріп көрсем не болады екен? О, ет жеткен достар. Мен орманда, яғни достар, аң аулауға шыққам, яғни үйге тамақтар келіп анамына болып. Енді сондай керек болған я. Достар, прикинь, орманнан мен ит тауып алдым. Ё-моё, енді достар, барлықтарын давай комментарияға жазып кетейік. Бұл иттің атын не деп қоямыз достар? Кімнің комментариясында көп, көп лайк болады, соның атын қоятын боламыз, я. Так, кеттік достар. Келе тұр ғой әйтеуір. Достар, сосын өтініш бір зат айтып кетейін достар. Давайте каналға жазылып лайк басып отырайық, және достар, видеолардың бәрін достар соңына дейін көрейікші достар. Өтініш соңына дейін көріңдерші достар, ол маған өте қатты маңызды. Сондықтан енді сөзімді қалдырмайды деген ойдамын. Так, қойды алып алайық. Так, жетілдер көріп тұр деген ойдаған. Ай, не дедім? Так, все достар, ешкім білмей қалды қойды дейтін. Дейсіз алып кетеміз. Так, ой, молодец. Кеткі артынан жыр қалып қоймай. Мен достар, бұның үйін бәрін дайындап қойған болатын негізше мен. Так, қазір сендер көрсететін болам. Енді бұның атын нейді достар, техничный мына факелді алып кететін боламыз. Және достар, енді мынау қараңғыда тұрмас үшін жарық жерге келеміз. Так, атын не дейміз бұның? Атын шақыра алмаймын, не деп шақырам мұны? Иттің баласы дейме, не дейді? Достар, давайте каналға жазылып лайк басып отырайық. Достар, осы үшін лайк баспасаңдар енді білмеймін. Так, достар, давайте бұны итеріле ме анау? Ондай болса, так, қазір отырғызып тастаймыз да. Итеріп қояйық. Все. Давай, короче, үйіме кеттім. Давай, саған, короче, тамақ беріп кетейін. Так, осылай қазір саған сүйектерімді қастарыңа қойып кетем. Все, бәрін қарның астында өзің жеп қоярсың. Давай, короче, мен үй ұйықтаймын. Достар, мен жаман шаршап кеттім. Так. Так, енді ешқандай жаңалық жоқ деген ойдамын. Так, қазір бронялардың бәрін осылай қойып шығамыз. Достар, бәрін өз орындарына қойып шығайық та, және де шаршап тұрмын. Так, ешқандай жаңалық жоқ. Так, все, қазір тез мен ұйықтап алайыншы. Так, чего? Не дауыс шығып жатыр даладан? Так, қазір далаға шығайыншы. Так, итім өз орында тұр ғой. Достар, прикинь, даладан бір дауыстар шығып жатыр. Музыка ма бірдеме? Ё-моё, басым деген достар, ауырып кетті ана дауыстан. Ұйықтап вообще мүмкін емес достар. Так, үйімнің жан-жағын қарап шығайын. Так, бірдемелер жоқ па? Так, еш нәрсе жоқ достар, ештеме көріп тұрған жоқпын. Так, жетілдер ұйықтамай ма? Робот па бірдеме ғой. Так, енді достар, енді бірдеме өзіме естілген шығар енді. Қайтып енді барып ұйықтап көрейін. Так. Айбай, жаман шаршап кеттім. Түнде деймін достар, вообще ұйқы болмады. Так, бәріңе қайтадан сәлем. Достар, мен білетіндерімді енді түнде вообще дұрыс ұйықтай алмадым. Қазір енді огородымды қайтып істейтін болам. Себебі бір музыка ойнады ма, бір демесе достар. Ойлаңдаршы, бір музыкасын естіп, ол не үшін десіңдерші достар. Так, қазір мына огородымды істеп тастайтын боламыз. Так. Достар, сосын бізде, короче, жаңалықтарды айтып жатыр, яғни келесі видео, короче, жақында қар жауады деймін. Сондықтан достар, давайте барлықтарын күтіңдер. Так. Чего, достар? Чего, мынау не? Ё-моё, үйінесей. Мен достар, көзінсамның үстіне тағы бір үй тұр. Так, достар, бұл бұрында болмаған сияқты еді, Так, мынаны қазір мен достар, бұл что-то дұрыс емес деп ойлаймын достар. Өйткені мен ешкімге бұлай үй салуға рұқсат берген жоқпын. Ал мен рұқсат бермесем олар қалай салады олар? Вообще дым түсінген жоқпын достар. Қазір огородымда достар тез болайын да, сосын бірден соған кірісіп кететін боламыз. Яғни оның үйіне кіріп, короче достар, пистолетпен кіреміз деймін, оны айтам. Так. Достар, сосын короче қар жауғанын қалайсыңдар ма достар? Короче, жаңалықтарды енді келесі видео достар, қар жауы анау-мынау болуы мүмкін. Сондықтан достар, бәріміз күтейік келесі видеоны. Лайк басып, енді келесі видео тез шыққан қалсыңдар, каналға жазылып лайк басып отырайық. Так, мен достар, қазір енді өзіме мен ағаш алып келетін болам. Себебі мен достар, мына қолымдағы еттерді көріп тұрған шығарсыздар, Енді бұл еттерді енді қайнатып алу керек. Әйтпесе достар, жеуге болмайды деген сияқты ғой. Тек бұны достар, жануарлар ғана жейді. Ал енді мен өзім жеу үшін енді пісіріп жейтін болам. Сондықтан қазір мынадан ағаштарды не кетті. Осылай істеп аламыз, кәдімгі ағаш аламыз және бұны пісіреміз қазір пешпен. Так, достар дейсің ғой. Итім қалайсың? Так, саған кішкентай қазір ет беріп жіберейін, қазір күте тұр. Ағаштарын бәрін дұрыстап алайын.
үй саған мен кішкентай ет беретін болам. Так достар, осыны так осы 2 штугын қалдырамыз да достар. Осылайынан так все саламыз. Ал мына екіншісіне достар мына қалғандарын салатын боламыз. Так ит тамақ жейсің ба? О, молодец, тамақ жегісі келіп тұр екен достар. Так енді түнімен енді тамақ жемеді деген сияқты, енді қарны ашқан шығар. Так қайтып бар, орныңа бар. Жоқ, барасың ба, бармайсың ба, өзің біл енді. Так қайтып барасың, сал сен Так достар, енді мынаны жасайтын боламыз. Яғни қазір мен достар үйге кіріп заттарым бәрін тастап кетейін. Енді содан кейін мынаған енді кім мына вообще мен достар, мен кузнецам үстіне дейтін, үй салып алған вообще дейтін, құтырып кеткен. Так қазір достар енді қолымызға лопат, күрегіміз алып аламыз, өйткені қазір біз енді так мына жителерден сұрап жіберейін. Житель кетіп бар, істеу үшін маяқтан. Житель, ананы білесің ба, мен үйімнің көзістен неше емес. Сөйлемейді да, ана жителер айтпақшы достар. Бірдеме қуып жүр, ана жителер пранк ұстап жүр ма достар, маған бірдеме. Так қазір қолында гүлмен ана дейтін лақтырып тастаймыз да, қазір мынаның төбесіне мінетін боламыз. Бауырым, нема? Кім ол вообще мен үйімде тұратын, Так. Все, осылай бәрін қойып шығамыз да, қазір жоқ достар, қазір мына астындағы бәрін алып аламыз. Себебі достар, бұл блоктар маған өте қатты қажет болады. Себебі жоқ, просто қажет болады қазір. Достар, бүгінгі видеода байқаған шығарсыздар, вообще қуып жатыр мен өзім. Так мына крышаға мініп көрейін достар. Так ойбай, аяғым. Не оқыт мынау достар. Так мына қоя салайықшы мына блокты. Қазір достар, қалай сендерге паркур өту керегін көрсететін болам. Давайте қарап үйреніңдер. Так. Все, смело өттің достар, көрген шығарсыңдар, житель, сен қуасың ба мен үйім үстіне тағы үй салып алған не істеп жүрсің? Флекси, басымды қатырма кетші бар, неге барсың, мен қайықта тұрсам өзім білем. Сен мықты жарсың сен вообще. Менен кузнецам үстіне рұқсат жоқ, тым жоқ. Не істеп жүрсің сен вообще неяқта? Флекси, сен ренжіме, бірақ мен осы жақта тұрам. Мына заттарыңды алып кет, или мен полициямен кіретін болам. Флекси, онда маған 1 сағат уақыт бер, тек 1 сағат уақыт бер, мен тек кетіп қалатын болам. Так, окей. Так, қазір достар, паркур өте алам. Болмайды екен, достар, екінші рет болмайды екен. Так, достар, ана житель айтады, яғни маған 1 сағат уақыт бер. Үйден бүкіл заттарымды алып, енді өзім көшіп кететін болам дейді. Яғни достар, ол қаяқтан келген житель екен білмеймін, вообще танымаймын достар оны. Түріне қарасаң бір Вася дейтін жителерге ұқсайды аттары. Так, қазір осындай бір еттерді алып аламыз шамалы. Молодец мынау дейтін. Тамақ берсең жей береді анау. Кеттік жоқ. Қазір достар, сендерге қызық көрсем қазір достар. Өте керемет болады. Қазір бұл. Так. Жительді міне достар, бір расын ана ит баратты. Сепсайт бірақ достар, қазір мен отырғызып тастадым, все. Ал достар, енді осымен видео аяқталған болатын. Сендермен болған мен Флекси. Ал ендеше давайте